Құрметті тыңдаушылар, фармахимия фармацевтикалық өндірістің процестері мен аппараттары бір пәні бойынша кезекті дәрісімізді бастаймыз. Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы құбырдың гидравликалық кедергісі. Бұл тақырып бойынша ұзындық бойындағы үйкелу кедергісі, жергілікті кедергілер, құбырдың бүдірлігі, бүдір құбырда турбулентті қозғалатын сұйықтың кедергісі қарастырылады. Сұйықтардың құбырларда қозғалуы кезінде ұзындық бойындағы және жергілікті кедергілер әсерінен тегеурін шығындалады. Ұзындық бойындағы кедергі сұйықтың ішкі үйкеліс күштерінің және сұйықтың қатты беттерге үйкелу нәтижесінде туындайды және оған сұйықтың ағу режимдері әсер етеді. Жергілікті кедергілер сұйық легі жылдамдығы шамасының және бағытының кез келген өзгерісінде туындайды. Олардың қатарына сұйықтың құбырға кіруі және шығуы, құбырдың кеңеюі және тарылуы, бұрылыстар, иіндер, үштіктер және реттеу құрылғылары жатады. Егер жалпы гидравликалық кедергіні үйкелу кедергісі және жергілікті кедергілер деп есептесек, мына теңдеуменен неғылуға болады, сипаттауға болады. Бұл жерде H әріпімен тегеуріннің шығыны деп есепте айтып тұрмыз. Тегеуріннің шығыны, үйкелуге тегеуріннің шығыны болып тұр мынауымыз. Мынауымыз не? Жергілікті кедергілерге тегеуріннің шығыны. Енді Бернулли теңдеуіне сәйкес Z1-іміз тең Z2, V1-іміз тең V2. Былайша айтқан кезде құбырдың биіктігі емес, горизонталь жатыр олар. Горизонталь жатыр олардың биіктігі өзгермейді деген сөз барлық қималарында. Соны соң барлық қималарында жылдамдық бірдей болады деген сөз. Бұндай кезде үйкелуге шығындалатын тегеурінді мына теңдеумен Бернулли теңдеуінен анықтауға болады. Бұл жерде тегеурін мен гидравликалық кедергінің арасындағы қатынасты тауып алуға болады. Енді бұл қатынасты мына түрде жазуға болады. Дельта П үйкелуге шығындалған кедергіміз ро Ж, ро деген тығыздық, Ж деген еркін түсу үдеуі және тегеуріннің шығыны үйкелуге шығындалған тегеурініміз. Ламинарлы қозғалыс кезіндегі сұйықтың шығыны Пуазель теңдеуімен анықталады. Пуазель теңдеуін сіздер жаңағы жақсы білесіздер, физика курсынан жаңағы білдіңіздер. Онда сұйықтың шығыны құбырдың диаметрінің 4 дәрежесі, көбейтеміз гидравликалық кедергі, бөлеміз 128, бөлеміз тұтқырлығына, бөлеміз құбырдың ұзындығына болып тұр. Егер де осы жерде түрлендіретін болсақ, сұйықтың шығынын, оның жылдамдығы арқылы түрлендірсек, жылдамдығы, оны құбырдың көлденең қимасын диаметр арқылы белгілесек, онда біздің жаңағы гидравликалық немесе тегеурін шығынымыз үйкелуге шығындалады. Мына теңдеумен неғылып тұрады? Анықталады. Осы теңдеуді түрлендіре келе, мына түрге келтіруге болады. Тегеурін шығыны тең бол лямбда көбейтілген L бөлінген D V квадрат 2J. Бұл жерде бірінші мүшесін лямбданы біздер үйкелу коэффициенті деп атаймыз. L-дің D-ға қатынасын параметрлік сан немесе геометриялық симплекс деп атаймыз. V квадрат бөлінген 2J-ны бұны біздер не деп атауымызға болады? Кинетикалық энергиясы, ағынның кинетикалық энергиясы деп атауымызға болады. Бұл жерде қосымша
neler eнгизилген белгилеулер. Лямбдамыз 64 бөлінген Рейнольдс болып жатыр. Рейнольдс ұқсастық саны. Бұл жаңағы 64 деген құбыр деген сөз. Көлденең қимасы шеңбер деген сөз. Сол кезде 64 бөлінген Рейнольдс болып шығады. Ал лямбда көбейтілген L-дің D-ға қатынасын бұны кедергі коэффициенті деп атау қабылданған. Егер де біздің құбырдың көлденең қимасы квадрат болатын болса, лямбдамыз неге тең болады? 57 бөлінген Рейнольдсқа тең болады. Ал егер де көлденең қимасы, құбырдың көлденең қимасы сақиналы қима болатын болса, онда лямбдамыз 96 бөлінген Рейнольдсқа болады. Бұл ламинарлы ағу кезіндегі орын алатын үйкелуге арналған кедергі коэффициенттерін тауып жатырмыз. Енді гидравликада біздің жаңағы нақты өмірімізде, өндірісте, дәрілер өндірісінде, фармацевтикада құбырлардың ішіндегі сұйықтың ағуы көбінесе турбулентті режимде болады. Сондықтан ол жерде тегіс құбыр деген ұғым енгізіледі. Тегіс құбыр деген құбырлардың барлығының бүдірлігі бар. Бүдірлігі деген сөз ол жаңағы бетінде аздап жаңағы несі бар, кішкентай төмпешіктері бар. Олардың биіктіктері бар. Олардың бүдірлік биіктіктері. Оның ең үлкен биіктігі, ең кіші биіктігі, орташа биіктігі деп ол жаңағы неде қарастырылады. Машина жасау кезінде қарастырылады. Ал құбырлар жасаған кезде ешқандай тегіс құбыр шықпайды. Олардың беттерінің бүдірлігі барлық уақытта болып шығады. Ал біраз жұмыс істегеннен кейін құбырлардың ішіндегілеріне құбыр болатымыз тотпасады дағы, олардың немесе басқа да кірленіп қалуы мүмкін. Сөйтеді дағы құбырдың ішкі су ағатын бетінің бүдірлігі артады. Сондықтан гидравликалық тегіс құбыр деген ұғым енгізіледі. Жалпы жағдайда сұйық аққан кезде онда екі қабатты сұйықтың ағынысы болады деп есептеледі. Қабырға жанында, қатты қабырға жанында ламинарлы қабат түзіледі, а ортасында турбулентті қабат түзіледі. Екі қабатты болады. Егер де ламинарлы қабатымыздың биіктігі бүдірлердің биіктігінен үлкен болатын болса, онда біз құбырды тегіс құбыр деп айтамыз. Ал егер де ламинарлы қабаттың биіктігі бүдірлердің биіктігінен аз болатын болса, онда құбырды жаңағы бүдір құбыр деп айтамыз. Енді осыларға құбырларды осылай бөле отырып, тегіс құбырдағы турбулентті қозғалу кезінде үйкелу коэффициентін Блаузиус теңдеуімен анықтауға болады. Бұл кезде коэффициентіміз 0,316 бөлінген Рейнольдстың 0,125 дәрежесі, немесе 4-ші дәрежелі түбірдің астынан алынып тұр. Бұл математикалық тұрдан 1-ді 4-ке бөлгенде 0,125 шығады. Енді құбырдың бүдірлігін сипаттау үшін көрінісі салыстырмалы бүдірлік деген ұғым енгізіледі. Салыстырмалы бүдірлік дегеніміз абсолют бүдірліктің биіктігін, оның диаметріне қатынасын біздер не деп атаймыз? Салыстырмалы бүдірлік деп айтамыз. Салыстырмалы бүдірлікті эпсилон әріпімен белгілейміз, ал абсолют бүдірлікті дельта, ол бәрі грек әріптері. Ал құбырдың диаметрін д әріпімен белгілесек, кішкентай д әріпімен, онда салыстырмалы бүдірлігіміз эпсилонымыз тең болып жатыр, дельта бөлінген д болып жатыр. Жалпы жағдайда мынау графиктен көріп отырғандарыңыздай, алғашқы бөлігінде ламинарлы қозғалыс, бұл жерде құбырдың ішінде ламинарлы қозғалыс кезінде кедергі коэффициенті 64 бөлінген Рейнольдсқа тең болып жатыр. Ал егер де тегіс құбыр болатын болса, екінші сызық тегіс құбыр болатын болса, онда Блаузиус теңдеуімен анықталады дағы 0,316 бөлінген Рейнольдстың 0,125 дәрежесі. Егер де жаңағы бөлшектің алымына шықса, минус болады, бөлімінде тұрғандықтан 0,125, немесе 4-ші дәрежелі түбірдің астынан алынған Рейнольдс деп естеймін. Ал егер де бүдірлік болатын болса,
бүдірлігі құбырымыз бүдірлі болатын болса, онда мына екінші сызыққа ұқсас болып жүреді. Құбырдың несі кедергі коэффициенті. Бүдірлігіміз сонда гидравликалық кедергіні арттырады деген сөз. Бүдірлердің әрқайсысында жаңағы артында жаңағы құйын пайда болып, артында құйын пайда болып, қосымша кедергілердің шығындары пайда болады деген сөз. Осыларды ескере отырып, Никорадзе барлық тәжірибелік нәтижелерді жинақтап келіп, мынадай теңдеу түрінде Бұл жерде лямдамыз, кедергі коэффициентіміз анықталмаған күйде болып тұр. Анықталатын күйде жаңағы теңдеуді алу өте қиын болғандықтан, мынау анықталмаған күйінде Никорадзаның теңдеуі беріліп тұр. Бұл бүдір құбырға, тегіс құбырға барлық аймақтарға жарамды. Турбулентті қозғалыстың барлық аймақтарына жарамды. Енді кейбір соңғы кезде зерттеушілер бар. Турбулентті аймақты үшке бөліп, әр жаңағы аймаққа өздерінше не беріледі, теңдеу беріп жатады. Оларды жалпы дұрыс, бірақ олардың қай уақытта қолданатын білген абзал. Енді бұл кедергінің үйкелуге шығына. Ал біздің жаңағы кедергіміздің екі түрі бар дедік. Екінші түрі ол жергілікті кедергіміз. Құбырдағы жергілікті кедергілерді ұқсастыра отырып, Дарси-Вейсбах теңдеуімен анықтауға болады. Мынау біздің жаңағы неміз теңдеуіміз, жергілікті кедергілерді анықтауға. Бұл жерде тегеурін деп H деп белгіленіп тұр. H деп белгіленіп тұр. Егерде жаңа бағанағы негені өрнекті қосатын болсақ, неміз тегеурініміз тең болды, ρ көбейтілген не болады? Гидравликалық кедергі болып қалады. Сондықтан мына жерде гидравликалық кедергіге өтетін болсақ, ρ-ға көбейтеміз, мынарда жымыз қысқарады, жоғарыға ρ түседі. Мұнда жаңағы кси әріпмен жергілікті кедергі коэффициенті белгіленген. Жалпы жағдайда, егерде бізде жаңағы үйкелуге кедергіміз пайда болып жатыр, жергілікті кедергіміз пайда болып жатыр, олардың бәрін біріктіре отырып, мына теңдеуді алуға болады. Мына ρ квадрат бөлінген 2 дегеніміз, ол жаңағы ненің динамикалық тегеуріні деп аталады, немесе кинетикалық энергиясы ненің сұйық ағынның. Мынау алдындағы жақшамыз, олар коэффициенттер. Ол жақшаның ішінде 2 мүшеден тұрады. Бірінші мүшесі үйкелуге шығындалатын кедергіні ескереді. Екіншісі жергілікті кедергіге шығындалатын энергияны ескеріп жатыр. Осымен дәрісіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.